Бұл оқиға әдемі орманда болды. Ол орманда әрдайым жарқырап күн шығып, көбелектер ұшып, құстар ән салып, шөптері де жап-жасыл болып тұратын. Қоян мен қонжық екеуі сол орманға келеді. Өздерімен бірге себетке толтырып тәтті тағамдарын ала келеді. Доптарын да ұмытпады. Әдеттегідей ауа райы керемет еді. Екеуі сол орманнан орын алып жайғасады. Олар әбден ойнайды, доп қуады, көк шөпте аунайды. Кешке қарай екеуінің қарындары ашады, әкелген тәтті тағамдарын жей бастайды. Қарындарын әбден тойдырған соң, арттарын жинауға ерініп, қоқыстарын қалдырып үйлеріне кете барады. Уақыт өте келе орман өле бастайды. Бұрынғыдай көк шөп жоқ, құстар сайрамайды, көбелектер ұшпайды. Әр жерде шашылған қоқыстар. Қоян мен қонжық сол орманға қайта келеді. Өздерінің лақтырып тастаған қоқыстарын көреді. Өздерінің істеген қылықтарына ұялып, қоқыстарды жинауға көшеді. Олар тастаған қоқыстардың өзенге, жерге зиян екенін түсінеді, және де адамдардың денсаулығына, қоршаған ортаға кері әсерін тигізетінін ұғады. Осымен бұл оқиға аяқталды. Соңын айтқым келгені, табиғат ластан қоқыстан өзін-өзі тазартып, күресуге шамасы келмейтінін, біз табиғатты аялап ұстау керекпіз. Сонда өмірімізге ешқандай зиян келмейді.